мына сандық психология арқылы мен өзім өмірде нақты шындық бар екенін түсіндім. Сонымен бөлісіп кетейін. Бірінші шындық адамның өз ойы. Екінші шындық шын мәнінде. Үшінші шындық шын мәнінде заңда қалай, табиғат заңдылығында қалай болуы керек. Осы көп отбасы әңгімесінде маған айтады: мен күйеуімді түсінбеймін дейді. Немесе әйелім мені түсінбей жүр дейді. Ақиқатын сандық психологияда не дейді? Өз ойы түсінбейді. Ал шын ойда, егер сандық психологияға қарасақ, туған күн арқылы қасиетін, табиғаттан берген болмысын қабылдап, сүйіспеншілікпен, махаббат арқылы өзгеруіне мүмкіндік беру арқылы қарым-қатынасты түзеп, өмірлеріңді ертегідей өзгертуге болады. Кейбір жандар айтады: иә, мен үйрендім, қабылдауды үйрендім. Сонда да бір отбасында келіспеушілік бар. Ол кезде үшінші шындық, жоғарғы объективті шындықты байқау керек. Яғни, қай күні неке құрдыңыздар? Ол күннің энергиясы отбасылық бақытқа қалай өз септігін тигізіп тұрғаны туралы біліп, сол энергияны дұрыстау үшін іс-әрекет жасау керек. Сол кезде, егер неке құрған күндеріңіздің энергиясын дұрыстасаңыздар, болмысын қабылдап мүмкіндік беріп отырсаңыздар, қабылдауды үйренсеңіздер, доқ жоқ, күйзеліс жоқ, жеңіл, бақытты өмір сүру ғана бар. Міне, сандық психология арқылы нені үйренуге болады? Қабыл алыңыздар.